Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жапырақтар туралы мәліметтер айтатын боламын және ерекше жапырақтармен бөлісемін. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Жапырақ жоғары сатыдағы өсімдіктердің фотосинтез, газ алмасу, буландыру, қор жинау, көбею қызметтерін атқаратын өсу мүшесі. Ол негізгі өркеннің жанама бұтақтарының қысқаруынан пайда болады. Жапырақтың мөлшері әртүрлі болады. Мысалы, шөптесін өсімдіктерде 3-10 см. Банан жапырағының ұзындығы 1-5 метр, ені 40-50 см. Цейлон пальмасының жапырағының ұзындығы 10-20 метр, ені 12 метрге дейін. Жапырақтың сыртқы құрылысы жапырақ тақтасынан, яғни алақанынан және сағақтан тұрады. Жапырақтың кеңейген жері тақтасы, ал сабаққа бекінетін жіңішке бөлігі сағағы деп аталады. Сағақсыз жапырақтарда болады. Сабақ буынынан тармақталған сағақты бір жапырақ өсіп шықса, жай жапырақ деп аталады. Олардың пішіндері әртүрлі болады. Әлемдегі ең жіңішке, ең нәзік жапырақ атына адиантум қырыққұлағы лайық. Оның жапырақтары тек бір ғана жасушадан тұрады. Ал ең өткір жапырақ Жаңа Гвинеяда өсетін сұлтанық шөбінің жапырағы болып саналады. Тынық мұхит аралында өсетін бұл жапырақ сақал қыру үшін пайдаланылады. Олардың айтуынша жапырағы рөл атқаратын табиғи жүз кәдімгі ұстараның жүзінен еш қалыспайды. Қатты әрі серпінді жапырақ атына Азия мен Полинезияның тропикалық өңірлерінде өсетін панданус пальмасының жапырағы ие. Панданус пальмасы Үнді мұхит жағалауларынан да табылады. Жергілікті тұрғындар оның жапырағынан күнделікті тұрмысқа пайдалы жүк көтеретін тоқымалар мен керлезеңгілер тоқып дайындайды. Ал ең көп жапырағы бар ағаш қалай аталатынын білесіздер ме? Ол кипарис ағашы. Көне грек аңыздарына сенетін болсақ, кипариса есімді сұлу жас қыз қабыршақ көмкерілген жапырағы көп әдемі бір ағашқа айналып кеткен екен. Ғалымдардың есебінше бір ағашта 45-тен 55 миллионға жуық жапырақ бар. Жаз мезгілінде жапырақтар хлорофилл пигментінің әсерінен жасыл түсті болады. Өсімдік көп мөлшерде суарылғанда одан негізгі қант, глюкоза бөлінеді. Хлорофилл дәндері күн көзінен қуат алып, жапыраққа жасыл рең береді. Мұны биологияда фотосинтез үдерісі деп атайды. Күз келгенде күн сәулесі азайып, хлорофилл бұзылады да орнына кситофилл және каротин түзіледі. Осы нәрселер жапыраққа сары, қызғылт түс береді. Хлорофиллдің өз күшін сақтап тұруы ауа райы жылы болып, күн шуағы молынан түсуіне байланысты. Сонымен бірге жапырақ хлорофиллден атом магнийі арқылы қоректенеді. Демек, құрамда хлорофилл пигменті бұзылғандықтан жапырақ сарғаяды. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше келесі видеода жолыққанша.